Армысыздар, құрметті көрермендер. 19-ші жаттығуымызды бастаймыз. Линзалар, жұқа линзаның формуласы. Қай кезде жинағыш линзаның көмегімен алынған кескіннің биіктігі дененің биіктігіне тең болады дейді. Яғни Г Б бөлінген А 1-ге тең болады. Яғни Б тең болады А-ға. 1 бөлінген А қосылған 1 бөлінген Б-ның орнына 1 бөлінген А десек, мен F болады. Сонда 2 бөлінген А тең болады 1 бөлінген F-ға. А 2F-ға тең болған кезде осылай болады екен. Енді бұны біз нақты осы жерде сала алмаймыз. Клеткасы бар дәптерге салсаңыздар, сол жерде нақты көре аласыздар. Кескінді табу үшін бізге 2 сәуле жетеді. Бірінші сәуле бұлай оське параллельно жүріп, сосын фокустық арақашықтықтан өтеді. Екінші сәуле керісінше мына неден ортадан өту керек. Кескін тура дененің өзіне бірдей болады. Жақсы, келеді. Линзаның МН бас осьтері. АБ деген зат, А1, В1 кескін. Яғни бұл кескін жалған және үлкейтілген болады екен. Демек, мына жерде бізде линза орналасқан. Жоқ, линзаның нақты орналасқан жерін қазір біз табамыз. Бұлай жасаймыз. Так. Мына жерде қиған жерінде жинағыш линза орналасады. Себебі шашыратқыш линзада осылай болуы мүмкін емес. Ода кескін әрдайым денеден кіші болады. Фокустық қашықтықты табу үшін қайтеміз біз? Біз бүйтеміз. Мына жер фокустық қашықтық болады. Демек, мына жақ шамамен мына жер фокустық қашықтық болады екен. Келесі есеп. Бұл жерде мынау дене АБ деген дене, А1, В1 деген ол кескін. Кескін шынайы және үлкейтілген. Ортадан шамамен мына жерде жинағыш кескін болады. Фокустық қашықтықты қалай табамыз? Қалай табамыз? Мынау фокустық қашықтық. Енді мынандай сәуле берілген. Бүйтіп сәуле кіреді. Сосын бұлай сынады. Мынау жинағыш линза. Енді осы линзаның фокустық қашықтығын табыңыз дейді. Мына жерде маңызды осындай бір нені қолданамыз. Тура осы кіретін сәулеге параллельно бір сәуле жібереміз. Бұл сәуле мына екеуі фокалдық жазықтықта бір-бірімен қиылысады. Мынау фокустық қашықтық болады. Келесі, енді бізде шығатын сәуле мынаған тең. Бұл жерде фокустық арақашықтықтың берілуі керек жоқ. Себебі біз фокустық арақашықтық берілу керек екен. Так, онда мынау фокустық болса, мынау да фокустық қашықтық болады шамамен.
Мынаумен так, бұл екі сәуле бір-бірімен фокалдық жазықтықта қиылысу керек, сол үшін былай аламыз. Мынау осының жалғасы кіретін сәуле болады. Себебі мына екеуі параллельно болғандықтан, бұлардың қиылысу фокалдық жазықтықта болу керек. Осыны таптық. Так, келесі. Дененің кескінін салыңыз. Бұл қандай кескін дейді? Дененің кескіні енді екі фокустық қашықтан фокустық қашыққа дейін созылып тұр, Ең шеткі нүктелерін қарастырамыз. Міне, екі фокустық қашықта орналасқан А нүктесінің кескіні мұнда болады. Енді мына фокустық қашықта орналасқан Б нүкте, ол фокустық аралық егер А бізде F-қа тең болатын болса, Б шексіздікке ұмтылады, формула бойынша. Демек, бұл былай қарай шексіздікке қарай кете береді. Өте үлкен кескін болады. Жақсы, бұл қандай кескін дейді? Фокустық қашықтықтан кішкене әрі қарай орналасқан екен. Жақсы, бұны сызу үшін бізге екі сәуле жетеді. Бірінші сәуле. Бірінші сәуле оське параллельно барады да фокустық қашықтықтан өтеді. Екінші сәуле бізде не арқылы? Центр арқылы өтеді. И осы екеуінің қиылысқан нүктесінде міне, мынау кескін болады. Енді бірінші сәуленің жолы көрсетілген. Екінші сәуленің жолын табыңыз дейді. Біз бірінші сәуле арқылы фокалдық нені таба аламыз? Жазықтықта. Қараңыздар, фокалдық жазықтық демек мынаған тең. Мынау болады. Осыған параллельно тағы да ортадан не жібереміз. Сонда екінші сәуле бұлай болады. Келесі бірінші сәуле бізде бұлай кетіп жатыр. Фокалдық, бұл жерде фокалдық ненің берілгендігі керек жоқ. Себебі фокалдық жазықтық суретте берілгендей емес, мынандай болады екен. Мына жер болады фокалдық жазықтық. Мынау дұрыс емес. Бұны өшіре салайық. Енді екінші сәулені сызамыз. Екінші сәуле былай қарай барады. Так. Мына жақта да фокалдық жазықтықты сызайық. Бізде шамамен фокалдық жазықтық.
және былай қарай кетеді. Себебі екеуі мына жерде фокалдық жазықтықта қиылысу керек. Жақсы, енді есептерге көшейік. Сурет салуды тоқтаттық. Экранда жұқа линзаның көмегімен дененің 2 есе ұлғайтылған кескін алынған дейді. Г 2-ге тең. Дене 1 сантиметрге жылжытылған. Анық кескін алу үшін экранды да жылжыту қажет болды. Осы кезде ұлғаю 4 есе болып шықты. Экран қандай қашықтықта жылжытылған дейді. Г неге тең? Ол Б бөлінген А-ға тең. Яғни Б бастапқы сәтте 2А-ға тең болады. Сонда 1 бөлінген А қосылған 1 бөлінген 2А, 1 бөлінген фокустық қашықтық. Берсек, онда 3F бөлінген 2 неге тең? А-ға тең екен. Енді екінші жағдайда Г 4-ке тең болып тұр. Ол қалай болады? Б қосылған дельта X болу керек. Және де А азайтылған 1. Оны азайту керек, бұл қосылады. Сонда осы 4 есе болады. Енді жазайық. Бөлінген А азайтылған 1, қосылған 1 бөлінген 4 көбейтілген А азайтылған 1 тең болады 1 бөлінген фокустық қашықтық. Бұған 4-тен беретін болсақ, 5F бөлінген 4 тең болады А азайтылған 1-ге. Фокустық қашықтықтың біз 2А бөлінген екендігін білеміз. Сол арқылы біз А-ны тауып алайық. Яғни 5 бөлінген 4, 2А бөлінген 3 тең болады А азайтылған 1-ге. Мына жерде 1 тең болады А азайтылған 5А бөлінген 6. 6-тан берсек, А бөлінген 6 1-ге тең. Демек А 6 сантиметрге тең. А-ны білсек, енді біз мына жерде дельта X таба аламыз. Б деген ол 2А қосылған дельта X болады. Тең болады. 4 көбейтілген. А азайтылған 1. Мұнда 12 қосылған дельта X. 4 жердегі 5-ім 20. Демек дельта X 8 сантиметрге жылжытылған. Нәрсені жинағыш линзаның алдына одан 20 см жерге бас оптикалық осьтың бойына қойғанда оның шын кескіні 4F қашықтықта алынады. Б 4F-ке тең. А 0,2 метрге тең. 1 бөлінген А қосылған 1 бөлінген 4F тең болады 1 бөлінген F-ке. 4-тен берсек, 1 бөлінген А неге тең? 3 бөлінген 4F-ке тең. Оптикалық күш 1 бөлінген F-ке тең. Демек, D 4 бөлінген 3 А-ға тең екен. Ол 4 бөлінген 3 көбейтілген 0,2 неге тең? 4-ті бөлеміз 0,6-ға. 6,67 диоптрия болады екен. Келесі есеп. Жинағыш линзаның алдына нәрсені 1,5 F қашықтыққа қойғанда линзадан 21 см қашықтықта кескін алынады. Фокустыққа ара қашықтықты табыңыз. Жинағыш линза болғандықтан 1 бөлінген 1,5 F қосылған 1 бөлінген 21 тең болады. Бөлінген F. 1,5 F-ті біз 3 бөлінген 2 деп жаза аламыз. 3 бен 2. 3-тен берсек 1 бөлінген 21 неге тең? 3 азайтылған 2. 1 бөлінген 3 F-ке тең. F тең болады. 21-ді 3-ке бөлсек 7 сантиметр. Нүктелік жарық көзі мен экранның ара қашықтығы 3 метр. Бұл жарық көзі, бұл экран. Ара қашықтығы 3 метрге тең. Олардың арасында қойылған линза нәрсенің екі түрлі орналасу жағдайында бір-бірінен 1 метр қашықтықта болатын кескін береді. Линзаның фокустық ара қашықтығын табыңыз дейді. Яғни бұл есепті былай түсінуге болады. Бірінші жағдай ол былай болады. Екінші жағдай болса ол былай болады. Демек, бұл екеуінің ара қашықтығы мына жер 1 метрге тең. Екеуі бір-біріне симметриялы, мынау А болса, мынау Б болады. Демек,
мынау А болса, мынау Б болады. Сонда Б азайтылған А тең болады 1-ге, Б қосылған А тең болады 3-ке деген теңдеу бойынша не табамыз? 2Б тең 4, Б тең 2 метр, А тең 1 метрді табамыз. Сонда фокустық қашықтық 1 бөлінген 2, осыған 1 бөлінген 1. 1-ден 2-ден береміз. 3 бөлінген 2. Сонда фокустық қашықтық неге тең? 2 бөлінген 3 метр, яғни 0,67 метр. Жинағыш линзадан 125 см жерде оның бас оптикалық осіне перпендикуляр орналасқан нәрсе экранда биіктігі линзадан 125 см қашықтықта орналасқан. А 125-ке тең. Биіктік, кескіннің биіктігі 25 мм-ге тең. Линзаның фокустық ара қашықтығы 0,125 метр, яғни 25 см болса, дененің биіктігі неге тең? Сонда біз бірінші мына формуланы қолданайық. Г Б бөлінген А-ға тең, ол H бөлінген H-қа тең. Және де 1 бөлінген А қосылған 1 бөлінген Б, 1 бөлінген F-ке тең. Сонда 1 бөлінген Б неге тең? 1 бөлінген 25, азайтылған 1 бөлінген 125. 5-тен береміз, 1-ден береміз. Сонда 4 бөлінген 125 Б-ға тең. Б 125 бөлінген 4 сантиметр. Сонда H неге тең? Бұл 25 мм-ді көбейтеміз А-ға. А ол 25 сантиметрге тең. Б 125 бөлінген 4 сантиметрге тең. Сонда H 100 мм, демек H 10 сантиметрге тең. Нәрседен кескінге дейінгі қашықтық, нәрседен линзаға дейінгі қашықтықтан 5 есе артық. Яғни А қосылған Б бөлінген А тең болады 5. Бірінші жағдайда. Бұл жинағыш болған кезде, және кескін нақты болғанда. Нақты, яғни мынау бізде нәрсе болса, мынау оның кескіні. Бұл нақты болған кез. Немесе шынайы дейді, шынайы болған кезі. Онда Б 4А-ға тең, демек үлкеюі 4-ке тең болады. Енді кескін жалған болса, ол не болады? Кескін жалған болса, онда бізде S штрих мына жерде, S мына жерде, және линза мына жерде болады. Сонда мына екеуінің ара қашықтығы неге тең? Б азайтылған А-ға тең. Б азайтылған А бөлінген А тең болады 5-ке. Б тең 6А-ға. Сонда Г 6-ға тең болады, бірақ бұл жағдайда кескін жалған болады. Нәрседен линзаға дейінгі және линзадан кескінге дейінгі қашықтық бірдей. А тең болады Б, тең болады 0,5 метр. Егер нәрсені линзаға қарай 20 см қашықтыққа жылжытса, кескін неше есе үлкейеді? Так, біз мына жерден 1 бөлінген А қосылған 1 бөлінген Б А-ға тең ғой. Фокустық қашықтық тауып алайық. Сонда фокустық қашықтық бізде А бөлінген 2-ге тең, яғни 25 сантиметрге тең. Енді екінші жағдайда, егер нәрсені линзаға қарай 25 сантиметр қашықтыққа жылжытса, так, 20 сантиметрге жылжытатын болсақ, А бізде 30 сантиметр ғана болып қалады. Ал Г неге тең дейді? Г ол А, Г көбейтілген А, Б-ға тең. Сонда 1 бөлінген 30 қосылған 1 бөлінген Г көбейтілген 30 тең болады фокустық қашықтық 25. Енді 1 бөлінген Г көбейтілген 30 неге тең? 1 бөлінген 25 азайтылған 1 бөлінген 30. 25 пен 30-дың ортақ бөлімі, мынаған 30-дан берейік, бұған 25-тен берейік. Сонда 5 бөлінген 25 көбейтілген 30-ға тең.
сонда G ол 5-ке тең болады. 30-дар қысқарады, 25-ті 5-ке бөлсең 5. Жақсы. Алыстан көргіш адам өзінен 1 метр қашықтықта орналасқан денелерді анық көре алады. Фокустық қашықтығы 1 метрге тең, демек оптикалық күші 1 диоптрияға тең. Бұл адамның. Енді газетті көзіне 25 см қашықтықта ұстап оқу үшін оған қандай көзілдірік керек дейді. Ол D неге тең болу керек? 1 бөлінген фокустық қашықтық 0,25 метр. Яғни 4 диоптрия болу үшін оның көз әйнегі неге тең болу керек дейді. Көз әйнектің оптикалық күші көздің оптикалық күшіне қосылып, одан осы жалпы оптикалық күш шығады. Сонда көз әйнектікі 4 азайтылған 1, яғни 3 диоптрияға тең. Жинағыш линза, себебі ол плюс 3 диоптрия болады. Минус болса оптикалық күш, онда ол шашыратқыш линза болу керек болады. Жақсы, осымен біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар.